Мен Нарботаева Гүлжамал, Бәйдібек ауданынанмын. Балам Мейірбек Сағдат. Осы қаңтар оқиғасы бойынша 6 күні ұсталды. Қазіргі таңда 272 статьясын қойып отыр. Ол кәдімгі бала көруге барған, осында жұмыс жасаймын деп келген болатын. Көруге барып, қызық көремін деп барып, видеоға түсіруге қызықтаған енді баладық нәрсе. Митинг күні көруге барған ба? Көруге барған. Қай күні барған? 5 күні барған. 5 күні Шымкенттегі митингіге барған. Көруге барып, қызықтап көрдік дейді. Енді қазіргі таңда оларға террорист деген не қойып айып тағылып отыр. Балаңызды қашан ұстап алып кетті? 6 күні түнде ұстап. 6 күні түнде? Кешке таман ұстап. Үйден алып кетті ме? Жоқ, көшеден ұстап алып кетті. Көшеден ұстап алды. Сонда енді балаңызды алып кеткеннен кейін азаптау болды ма екен? Азаптап, ұрып соққан, беттеріне көгеру, мынам беттің бәрі ісіп кеткен. Оны енді бір Құдай біледі енді, вирус деп бір неге жатқызып қойған екен. Ол мен ойымша ол бала айтады, маған вирус шыққан жоқ, мен вирус ондай жұқтырған жоқпын, ондай ауру болған жоқпын дейді, алайда бала айтады. Енді бұлар жасырып отыр, ұрып соғып, әбден барып больницаға жатқызып тастаған. Одан 15 күн 10 күн ба, бір апта жатып шығады, СОЗОға апарып жатқызады. СОЗОда 14 күн карантинде ұстайды баланы. 14 күнге дейін оның бәрі ұрған, соққан бәрі жазылып кетеді. Одан кейін бұлар барып, ұрып соққан үшін экспертиза жасайды. Ол уже оның бәрі жазылып кеткен, ісіктің бәрі қайтып кеткен. Одан кейін ол экспертизаның қажеті не? Енді бұл жерде қазір жаңағы ТВД-дағылар түсірген, жаңағы апарып соққандар. Мысал үшін ұрып соғып апарып неғып отыр. Енді мына ұрып соққандар бәрі далада кінәсіз жүр. Сонда оларды заңға сәйкес келе ма сонда? Жоқ, еркін мынау бейбіт шеруге елім жерім деп шыққан мына жас балалар, мысал үшін террорист емес, олар террорист дегенді не екенін білмейді. Мысал үшін қазір барып сұрасаңыз, сендер террорист екенсіңдер, қаяқтан шыққан террорист? Біз сендерді ата-аналар солай тәрбиеледік па террорист деп сұрасақ, мама біз білмейміз террорист деген не ол деп бізге сұрақ қояды. Сондай балалар қалай террорист болуы мүмкін? Өзіңіз ойлап қараңызшы. Террорист деген сондай балдардан шыға ма? Террористер олар өздері ана жоғарыдан билік басынан басталып отыр. Мынау билік басындағы айтарым Тоқаев мырза, оның қарамағындағылар өздері бастап алып бар нәрсені кінәсіз бейгүнә кішкентай балаларға жауып, оларды түрмеге қаматып отыр. Мінекей, мәселе қайда жатыр? Мұнда мәселе айран ішкен құтылар, шелек жалаған тұлар болып тұр. Айран ішкен жаңа пария алып, ұрып соқпы, неғаным бәрі жоғарыда өздері құтылып кетті да, өңкей жас балалар жәбірленуші болып, қабақтыда қамалып жатыр. Міне әділдік, заң қайда жатыр? Бұл айтқаныңыздың барлығы. Не дейді YouTube арнасына жүктеледі, келісіміңізді бересіз ғой, қарсы емессіз ғой, шындық? Мен қарсы емеспін, шындықпын, ол бәрі рас. Мына енді жоғарыдағылар өздері өз істеген былықтарын өздері мойындасын. Мына ұлттық неді? Қауіпсіздік комитеті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мынау барлық статьяны алынсын деп үндеу жарияласын. Біріншіден. Екіншіден барлығын босатсын. Мүмкін емес. Бұл кінәсіз, жазықсыз жандардың. Мына отан қорғаушы ер азаматтар жатыр, мысал үшін. Ертең олар елдің тірегі, болашағы, сол балдарды босатылсын деп Тоқаев мырзаға, оның көмекшілері, билік орнында отырған жаңағы кісілерге талап қоямыз. Ата-аналарының атынан. Балаңызды неше рет көрдіңіз? Баламды қазір енді күнде барып тамақ апарып тұрамын, көремін о жағын. Енді бұлар біздің сол көруімізге көріп тұр ғой баласын, бізді уже біз алданып отырмыз да бұл жерде. Барып көргендерімізге мәз болып отырмыз. Алайда олар шығарып жатқан жоқ. Бізге шығарсақ, сонда нұр үстіне нұр, бізге нұр үстіне нұр болар еді. Балаңызды қалай азаптады, қалай ұрды екен айтты ма?
балам енді ол айтылған жоқ енді о жағы. Өзіңіз көрдіңіз ба? Сынған жері, көгерген жері бар ма? Адвокатмен бірге барып сұрадық, адвокатымызбен кірдік. Орған жерім бәрі мама жазылып кетті деді. Бірақ мен бірінші кіргенімде бет аузым бәрі ісіп кеткен, оны көзіммен айдан анық көріп тұрдым. Енді бұл жерде заңды біледі екен жоғарғы неде төбеде отырған кісілер, билік басында отырған кісілер заңды біледі екен. Ал неге сол ұрып соққандар, пара алғандар, бәрін террорист кімдер екенін бәрін біліп отыр қазір. Ал солар заңсыз далада жүр. Ал кінәсіз мынандай балдар іште қамауда жатыр. Сол заңға сәйкес келе ма? Өзіңіз ойлап қараңызшы. Бұл заңға сәйкес келмейді. Жазықсыз жандарды, балаларды, отан қорғаушыларды, елдің тіректері олар. Ертең солдат боламыз, армияға барамыз, отан қорғаймыз деп отырған балалар, мысалы үшін титтай 20 жас, 18 жастағы балалар жатыр іште. Олар қалай елді қорғап, қалай отандағы қызмет етеді, олар қамауда жатса. Соны неге түсінбейді жоғары биліктегілер? Біз талап қоямыз, бүткіл отан қорғаушы балаларымызды, қамауда жатқан балаларымызды бостандыққа шығарсын деп талап етеміз. Ал енді өткенде мәжіліс депутаттар, тағы бірнеше саясаткерлер келіп кетіпті. Пайдасы тиді ма, нәтиже бар ма? Жоқ, пайдасы тиген жоқ. Ешқандай пайдасы тиген жоқ, нәтижесі тиген жоқ. Мынау Тоқаев мырзаны күткен едік. Дегенде мынау 16 желтоқсанда үндеу жариялайды дегенге бүткіл Қазақстан 16 наурызда бүткіл Қазақстан ата-аналар болып қуанып отырды. Ора мынау Тоқаев шығарса деген үндеу қоятын шығар, талап не қылатын шығар, жариялайтын шығар деп. Жоқ, ондай болған жоқ. Бар нәрсе енді Тоқаев, оның көмекшілері, жоғарғы биліктегілердің бәрін өздері істеп отыр. Сөйтіп қара халыққа жауып отыр. Соларды өздерін мойнына алып, балаларды бостандыққа шығарса екен деп талап етеміз. Жақсы. Көп рахмет. Рахмет.